Сәлем достар, сіздермен мен Айдана. Бүгін біз айнымалының типтері бойынша номері 17-ші есепті шығаратын боламыз. Есептің шарты бойынша егер сабақ 8-де басталып 45 минуттан, сонымен қатар үзіліс 10 минуттан болса, пайдаланушы сабақтың реттік номерін көрсеткенде сабақтың басталуы мен аяқталу уақытын есептейтін код жазыңыз. Ең алдымен біз А айнымалысын енгіземіз. Біздегі А айнымалысы сабақтың реттік номері болады. Одан бірді азайтып тастаймыз. Оның себебі, егер де бізде пайдаланушы 5-ші сабақтың аяқталған және де басталған уақытын сұраса, оның басталған уақыты 4-ші сабақтың аяқталған уақытына тең болады. Сондықтан да біз бірді алып тастаймыз. Ал біздегі Б айнымалысы сол сабақ басталғанға дейінгі қанша уақыт өткендігін көрсетеді. Ол үшін біз А санын, яғни егерде бізде 5-ші сабақтың басталу уақыты 4-ші сабақтың біткен уақытына тең, яғни 45 минут, және де оған қосамыз 10 минут, яғни біз 55 деп алатын боламыз. Ал біздегі С айнымалысы ол мысалға 5-ші сабақтың аяқталған уақытына, яғни 45 минут өткеннен кейінгі уақыт болып есептелінеді. Енді біз парент операторын шақырып, шыққан мәнді енгізетін боламыз. Ол үшін біз 8-ге бұны 60-қа бөлгендегі бүтін мәнді қосамыз. Бұл бізде сағаттың мәнін көрсететін болады. Ал минуттың уақытын көрсету үшін біз шыққан санды 60-қа қалдықпен бөлеміз. Енді сабақтың аяқталу уақытын көрсету үшін біздің жазған өрнегімізді көшіріп аламыз да, бұның орнына С санын жазатын боламыз. Енді есебімізді экранға жібереміз. Біздің есебіміз дұрыс шықты. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.